Бұл күнде ер жетіп, бой жетіп қалған ұл-қыздарым бір кездері аналары қаншама адамның өмірін ойран еткенін қайдан білсін. Менің өкіріп жылағанымды көріп, жаныма жүгіріп келіп, «Мама, не болды? Мама, ауырып қалдыңыз ба? Мама, бәрі дұрыс па?» деп сұрақтарды қарша жаудырды. Тек күйеуім ғана менің не үшін жылап отырғанымды түсініп тұрған болатын. Дереу телефонымды қолыма алдым да абысыныма қоңырау шалдым. Сол бұрынғысынша алу деген үн шыққан жоқ. Ол кісіні ренжіткенім соншама маған бір ауыз сөз айтпайды. Тіпті бетіме де қарамай қойған. Бұрынғыша ұл-қыздарым білсе аналарын жек көріп кетеді-ау демедім. Оған жасаған қиянатымның бәрін ешкімнен қысылмай, ішімдегінің бәрін ақтарып баяндап салдым. Тоқтаусыз кешірім сұрай бердім. Телефонның аржағынан абысынының күйініп жылап тұрғанын, оның қысылып әрең тыныстап тұрғанынан ақ сезініп тұрдым. Мені үнсіз тыңдады. Бәрін айтып соң оның жауабы мені есеңгіретіп тастады. «Иә, мен бәрін де білемін», деді де тұтқаны қоя салды. Ұл-қыздарыма қарасам, менің істеген істеріме арланып, жүздері қызарып тұр. Құшағымдай кең жайып шақырып едім, ешбірі маған жоламай орындарынан тұрды да бөлмелеріне кетті де қалды. Қу тіземді құшақтап қара басын ғана ойлаған мен сорлы өкіріп жылап қала бердім. Біраз уақыттан соң үлкен қызым жақында ғана өзі тоңқып бітірген әдемі иыққа салатын орамалын көтеріп шықты. Одан кейінгі қызым үсті-басы ұн болып бірдеңе пісіріп жүр. Қарасам торт пісіріп жатыр екен. Бір сәтте бірі тортын, бірі тоқыма орамалын алып, ұлым болса гүл алып келіпті. «Мама, осылай жылап отырғаннан бірдеңе өзгереді ме? Мені кешіресіңдер ме? Кешірімді бізден сұрамаңыз. Тұрыңыз, кеттік. Қайда барамыз?» Қайда болушы еді? Әрине апаның үйіне. Рас айтасыңдар ма? Мына заттарды апаларыңа сыйламақсыңдар ма? Иә, уайымдамаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Сізбен қосылып бізде кешірім сұраймыз. Дәу апа өте мейірімді жан. Сізді кешіретініне сенімдімін. Ұл қызымды түгел ертіп бәріміз абысынымның үйіне жол тарттық. Жол бойы абысыным мені қалай қарсы алады екен? Бұрынғысынша сәлеміме үн қатпай жұмған аузын ашпай қоймайды ма екен? Кешірім сұрасам кешірер ме екен? Деген ойлар санамда сайрап тұрды. Үйіне жеткен бойда жүрегім кеудемнен атқылап шығып кетердей болып, тасылдап, аяқ-қолым қалтырап, көліктен түсуге шамам келмей қалды. Екі қызым екі жағымнан демеп есікке қарай жетектеп алып барды. Құдайдың өзі соны қалады ма, әлде өзімнің дәрменсіздігімнен болды ма, білмеймін. Абысынымды көрген сәтте екі аяғымнан жан кетіп тізерлеп отырдым да қалдым. Абысынымның жүзіне қарауға дәтім жетер емес. Төмен қараған күйі кешірім сұрай бердім. «Кешіріңізші мені, абысын. Қадіріңізді кеше білдім. Істеген істерім үшін қатты ұяламын. Мені ұрсаңыз да, соқсаңыз да бәріне көнемін. Тек қана кешірім берсеңіз болды. Барлығы үшін кешірім сұраймын. Қатты өкініп жүрмін. Өкініштен әр күні сайын өзегім өртенуде. Кешірім сұраймын сізден. Қайнаға, сізде мені кешіріңізші. Төре бала, ерке қыз, сендер де мені кешіріңдер. Төре бала мен ерке қыз абысынымның үлкен ұлы мен қызы. Олар не болғанын білмейді де. Ол кезде 3 және 1,5 жасар бала болатын. Сымбат жеңге, не болды сізге? Тұрыңыз орныңыздан. Келінжан, тұра ғой. Абысының сені әлде қашан кешірген? Жоқ, тұрмаймын. Абысын өзі кешірдім демегенше тұрмаймын. Бұрынғыша құрбылардай сырласып, көрген сайын бір-бірімізбен жарыса сөйлеп әңгіме, жүзімді төмен қаратқан күйі отыра бердім. Бір сәтте иығыма біреу қос қолын тигізгенде бүкіл денем шымырлап, бойым әлдебір жылулықты сезгендей болды.
Абысыным екенін бірден-ақ сездім. Бар күш-жігерімді жинап, еңсемді көтердім. Абысынымның да көздерінен жас ағып, бар ықыласы мені құшағына басты. Екі бетінен шөлбілдетіп кезек-кезек сүйе бердім. Екеуміз ұзақ уақыт үнсіз құшақтасып тұрдық. Бала-шағалардың бәрі қосарланып, үсті-үстімізден құшақтап, бәріміз бір жылап алдық. Кешірдім, келін, кешірдім. Келеріңді білдім. Осы күнді ұзақ күттім. Ақыр соңы өз-өзіңді жеңіп, осылар алдыма келеріңді білдім. Мен сені әлде қашан кешіргенмін. Тек өзіңнің көкіректігіңді, менмендігіңді жеңіп, ақылың мен ерік күшіңмен сені бұл менмендіктен арылтуын күттім. Алла тағаланың өзі пендесінің қателігіне кешірім бергенде мен қалай кешірмеймін? Кештім. Сіздің даусыңызды маған қарай бет бұрып сөйлегеніңізді, шай үстінде әңгімелескенімізді, қалай сағынғанымды білсеңіз ғой. Мен де сағындым, қатты сағындым. Апам, енеміз байғұс қабірінде жатып бір ауып тұрған шығар. Неге апамның көзінің тірісінде келмедің? Бір-біріміздің тату болғанымызды көре алмай арманда кетті ғой. Өкінемін, қатты өкінемін, рас айтамын. Абысыным өте мейірімді жан. Өзінде барын өзгелерден аямайтын жанашыр кісі. Әттең, осыны кезінде ұғынсам ғой. Біздің келерімізді біліп сүрленген етін, қазы қартасын асып дайындап қойыпты. Екеулесіп жүріп, қамырды салып, ұл-қыздарымызбен бірге шүйіркелесе отырып, мәз-мейрам болып тамақтандық. Мен сол үйде қалып, абысын екеуміз түні бойы әңгіме-дүкен құрып, қаншама шайнек шай ішіп тастаппыз. Ал енді өзімнің жасаған иттік әрекеттерімді баяндап берейін. Мүмкін мен секілді іші тар, көралмаушылық көзін байлап тастаған адамдар көп тәубесіне келер. Алғаш келін болып түскенімде енем күйеуімнен бұрын абысыным қатты қуанып, мәз-мейрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып, тәжірибе жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын, қолымнан түк келмейтін, тек сыртта жүріп, оқу оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп, қамыр жаю қиынға соқты. Ал абысынымның қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтары өте дәмді, қамыры қағаздай, теп-тегіс, істеген ісінен бір мін таппайсың. Ұл-қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те, тазалықтарына назар аударып та үлгереді. Енем байғұс үнемі қызым, қызым деп отыратын. Қайнаған болса келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес. Өтірік емес, мен абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп, дастарханды жайната алмадым. Ол жоқта үйге келген 4 қонақты күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп, таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Үйдің тірлігін жарытып істемей жүрсем де басқасына үлгере бастадым. Төсегім жиналмайды, шашым таралмайды, киім үтіктеуге уақыт таппаймын. Күйеуім аяқасты бір жерге барып болса, жарық болмай шалбарын үтіктей алмай, талай рет қыртыс-қыртыс мыж-мыж шалбар жейдемен барар жеріне барып келеді. Абысынымның қалай үлгеретініне мән беріп, ол кісіден үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келінжан, айналдырған екеуміз ғана. Біз, абысын тату болса ас көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да біз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса жаныңда араласатын адамдар да болады. Олай деме, ақшаға сатып алынбайтын дүниелер де бар. Туғаныңда ешкім саған жаны ашымайды.